Көшеде кетіп бара жатқан біреу мысалға мынау мені зорлады десе, соттап жіберемін. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Біз әдеттегідей әділетсіздіктің куәгері болып бас прокуратураның алдында тұрмыз. Менің қасымда Камила Абдусат есімді қарындасым тұр. Оның пайымдауынша қазіргі таңда оның жолдасы күйеуі Нұралы Абдусат жазықсыздан жазықсыз 5 жылға сотталып кеткен екен. Айтудың өзі күлкілі, десе де Нұралы Камиланың құрбысын зорлауға ниеттенген екен. Сол үшін 5 жыл берген екен. Десе де Камиланың айтары бар. Камиланың айтуынша Нұралы ондай әрекетке бармаған, және де Камиланың құрбысы Аружан Камиланың жолдасы Нұралыға жала жауып отыр екен. Жаңағы менің құрбым, менің күйеуіме біз сол кезде күйеуімізбен қыз болып жігіт болып жүргенбіз. Құрбым мен бізге келген жаңағыдай отдохнуть одним словом, и приехала она, получается, пошли не в домик переодеваться. Подруга сама полезла до моего парня. Өзі бірінші бастап, күйеуім оған отказ бергеннен, құрбым бір айдан соң бірақ заявление жазып, мені зорлағысы келді деген баптаумен бойынша заявление жазды. Бізде свидетельдердің бәрі біз жақта болды. Жаңағыда қалай болған оқиғаның бәрін айтып берген. Жаңағы біздің қыз потерпевшіміз сотта былай айтып, басқаша айтып, өзінен тағы қосып, бір следы, вот эти засадины, синякиді қосып, бірақ ол күні мен оны көргеннен, басқа кісілер көргеннен ешқандай ондай нәрсе болған емес. Соған бәріне сот ешқандай внимание берген емес. Жаңа қыздың өтірік айтқанына, ішпедім дегенге. Короче, приехала подружка, называется «Отбухиваем Камилу» второй день подряд. Және де засос болып қойғанында мойнындағы басқа ұлдың мойнына қойған засостарын сотта оны мен күйеуім қойды деп сөйтіп айтып шықты. Такая у них характер своеобразный, не поймешь никогда. И после полового акта угрожала своему парню. Я думаю, справедливость восторжествует. Было видео просто, чтобы восторжествовала справедливость. Соғанда мысалға внимание уже не обратили. Нұралы сияқты қаншама біздің қазақтың жігіттері түрмеде жазықсыздан жазықсыз жатыр. Потом, когда уже узнали правду, то что қыз осындайды может істеуге, оның алдында істеді, и қазір да істеп жатыр, мысалға да. Енді түсінікті болады айтуға, уже бір оқиға ондай қызбен болып жатса, қазір қыз тағы не істейді? Егер де Нұралының кінәсіздігін біз толыққанды дәлелдеп шықсақ, Аружанның үстінен жала жабу туралы арызданып, Аружанның өзіне іс қозғатуға болады. Сіз ондайға барасыз ба, дайынсыз ба? Иә, барам. Ойлаңыздаршы, бір қыздың арқасында қаншама жігіт қазір түрмеде жатыр. Құрметті көрермен, бұлай жалғаса берсе, ертең сіздің балаңыз және менің балам, оның баласы сотталып кетпесіне кім кепіл? Және Камиланың ісіне біздің бас прокуратура толыққанды назар аударады деген ойдамыз, және де біз күресімізді тоқтатпаймыз. Күйеуімен бірге өмір сүріп жүріп, жеке өзіне қаражат керек болып қалып, оны күйеуі тауып бере алмай қалса, сол күйеуінің жағдайына қараудың орнына керісінше бұл мені асырай алмайды, баға алмайды деп сотқа шағымданып, бір шаңырақтың астында жүріп, алиментті өндіріп алып жатқан әйелдер бар екен. Маған біраз еркектер жазып жатыр, менің 3, 4, 5, 6 балам бар, мен әйеліммен бірге тұрамын, бірақ сол әйелге алимент төлеймін. Ай сайын сол алиментті әйелім алып, қалтасына салып, өзіне жұмсап, көшеге шығып қаңғырып келеді деп жазып жатқан. Осындай сорлылықты қолдан жасап алатын әйелдер сол ақшаның 25%-ын ортадағы сот орындаушының алатынын, басқа біреуге далаға кетіп жатқанын сол ақшаның біле тұра, ол менің балаларымның несібесі деп қалай ұялмай айтасыңдар? Сол балалардың әкесін жылатып, жағдайына қарамай қинап тұрып алған ақша, ол балалардың ешқандай несібесі емес. Ол сенің 200-ділігіңнен келген арам ақша. Сол пайдаланған ақша өзіңе де, балаларыңа да жақсы жол бағыттамайды. Қазақта мал таппайтын еркек жоқ, тұрарымайды, бала таппайтын әйел жоқ, тұрарымайды деп бекер айтпаған. Отбасының берекесін де, берекесіздігін де кіргізетін әйел адам. Сондықтан балам деп айту үшін ең әуелі ана деген атқа лайық болу керек. Арамдықты ойламай сол балалардың әкесінің жағдайымен өмір сүру керек. Ал әйелім менімен бірге тұрса да алимент төлеймін деп жатқан еркектер, дәлелді түрде әйелдеріңіздің өздерімен бірге тұратындықтарыңызды көрсетіп, сотқа шағымданып, алиментті алып тастаңыздар. Немесе әйелдеріңізді алып барып, сотқа арызын қайта алдыртыңыздар. Мынау жұмыс тапшы, қымбатшылық, онсыз да еркектердің құқығы тапталып жатқан заманда кім көрінгенге жем болмаңыздар. Әдемі қартаю деген осы шығар, иә? Жаңа мен автобуста отырғам, и бір апа мен ата кіреді, әдемі екеуі парочка, и мен орын бердім да. И ана кісілер сондай мейірімді, еще екеуі әдемі, күшті жарасады, күшті киініп алған. И маған айтады, қызым, бақытты бол, денің сау болсын,
көп балаң болсын деп күшті сөздер айтты да. Былай қарасаң бөтен адам, все равно күшті болып қалдым да. Қандай күшті депші, рахмет деп, көңілім көтеріліп, жұмысқа анандай мәз болып келгенсің ғой. Сөздің құдіреті деген негізінде мықты ғой. Бекер айтпайды ғой, сөз өсіреді, сөз өлтіреді депші. Мен ойлаймын да, адам қартайғанда солай қартаю керек қой. Әр сөзін абайлап сөйлеп, бұлай іс-әрекетін. Қазір байқайсыздар ма, мысалы, үлкен кісілерге даже орын бересің ғой, кейбір кісілерге беріп жатсаң да недовольно бір нәрсе айтып, уын шашып кететіндер бар ғой. Сондықтан солай қартаю бәрімізге бұйырсын. Өзіңнің жұбыңмен сөйтіп әдемі болып жүру, әдемі сөйлеу, ана кісілердің бетінен нұры шашылып тұр да. Прям күшті, бірақ кірген кезде аураларының өзі күшті ғой. Мен ойлап отырмын да, Алла тағала маған да сондай кәрілікті бұйыртшы деп. Мыналардың соншалықты наглы бетімен кеткені соншалықты, ана Сүмелек Тоқаев асылып бұларды қадағалай алмайды. Сондықтан мыналар білгенін істеп отыра береді. Мына графигінің түрін қара. Мына жерге бір график іліп қойған. Ана жақта анау Қарымсақов деген өзіне график іліп қойған. Сонда сендердің қай графиктерің дұрыс, шын график қайсысы сендердің халықты алдап іліп қойған график? Не сұмдық мынаның бәрі? Сендерде сауаттарың жоқ. Немесе сендер сондай наглыйсыңдар. Не істесең өзіміз білеміз, қай жерге не еліп қойсақ та деп. Біз жүрміз екі ортада жүгіріп, ана жақта қатын қалаштарын трубканы лақтырып олар отыр. Кімсіңдер сендер сондай-ақ? Қарасай мыналардың ұлттық қауіпсіздік жаңа комитетінің Алматыдағы департаменті дейді. Қаяқтың қауіпсіздігі? Сендер қауіпті болып тұрсыңдар қазір. Елді алдап, мынандай болып, масқара болып. Біз неменеге жүгіріп жүрміз екі ортада ақтер көктер болып? Неге олар бір жерде отырмайды? Анау Қарымсақов деген ана жақта өзіне график жасап алып, кеше де жоқ. Немене оның қызметі құпия ма? Коррупциямен күресу ол құпия емес. Ол ашық болу керек. Ол өте ашық. Кім коррупционер? Кімді ұстадыңдар? Қай жүзден, қай рудан? Бәрін жазып қою керек. Керек болса ана жеке куәлікке жазып қою керек әрқайсысын. Трайбализмдерің. Өңкей мына Сүмелек Сағынбаев деген жалайыр деп, Асылов деген жалайыр деп, Тоқаев деген жалайыр деп Сүмелектер өңкей қой бағатын. Енді келіп мына жерде елдің бәрін не деген сұмдық, қолында бұның құжаты тұр, мүлкінің. Бұл да сол, мен бұны жаңа ойбайлатқаным, Сүмелек болмасаң қолыңда құжатың тұрғанда неге шығып кетесің өзің, не қалай шығарып жіберді сені қой сияқты деп. Қолында бәр құжаты тұр. Сендер адамсыңдар ма, адам емессіңдер ма? Не деген сұмдықсыңдар? Бұл Тоқаев адам ел басқарып отыр ма, жоқ қой бағып жүр ма? Қолында бәр құжаты тұр. Даму деген алаяқ фонд ойына келген құжатты жасап, соны енді мына Сүмелектер мойындағысы жоқ. Ана фондтан барып, кредитті алып, содан кейін саған не керек кинотеатр деп тұр ма? Кинотеатр осыныкі. Бұның несі? Жолдасы Асылбаев Балтабай деген құдайдың берген өнерін қылғалам шебері болған. Өз еңбегімен, маңдай терімен қанша ақша салып ол кинотеатрды қандай неғып келе жатқан. Соның бәрін жаңағы неғып, мына Тоқаевтың тоқалының әкесі таныспай Мұрат деген. Тоқалдарыңнан күйдік қой, жәлепизмдеріңнен күйдік. Ана теңселіп жүрген өңкей. Қатын қалаштарын алып алып жанына жұмысқа тағыда. Содан кейін олар трубка лақтырады, отырып алып. Бұларды тексеру керек. Ана жүрген қатындар қайсысының қарындасы ма, басқасы ма?